Koyan jәрмеңкесіне келіп отырды дейді бір киіз үйді. Бәрі қонақ күтіп Қажекең келді деп. Сонда төрде жарықтық таудай болып отырып әңгімені гулетіп отырған уақытта бір мыжырайған бір шал келіп есіктен кіріп сәлем беріп кірді дейді. Сосын ешкім көз келе қоймағандай дейді, ай Қажымұқан депті. Осы жерде 5-6 қыпшақ бар едік. Сол қыпшақтың үлкені мен едім. Ағам бар еді деп керек қылып іздеп келмедің ау, сәлем бермедің ау депті. Сонда Қажекең ана шалдікі да қисынсыз енді бұл жерде неше қыпшақтың үйі бар, кім бар кім жоғын Қажекең қайдан біліп жатыр? Сол ана Қажекеңнің көңіліне келіп қалған болу керек, жастау кезі айтты. Ей, шал сөзді ғой, мен қаңғырған қай қыпшақты іздеп тауып жүремін осы жерден депті. Сонда ана шал айтты дейді, ақ сен үлкен сыйлауды ұмытқан екенсің, мен сенің есіңе түсіртейін деп шығып кетті дейді. Сосын мәжіліс қызып отқанда әлден уақыт үйдің сыртынан қаһарлы дауыс естілді үйдің сыртынан. Ай Қажымұқан, шық далаға еркек болсаң деп. Сонда мынау әңгіме айтып жайнап отқан Қажымұқан құп-қу болып кетті дейді. Бәрі қарайды, не болды бұған деп. Иманжүсіп көкемнің даусы ғой деп айтты дейді. Шықты дейді. Аттың үстінде тұр екен ана кісі. Келіп, Қажымұқан сен үлкен сыйлауды ұмытқан екенсің деп қамшысын үйіре тартып алды, бір тартты дейді жонынан. Сонда Қажымұқан теңселіңкіреп барып келіп, Иманжүсіптің ана атына жетіп, атынан жалынан сипап, Иманжүсіптің енді аттың үстінде отқан кісі ғой, сол Иманжүсіпті құшақтады дейді. Көке қойдым деп айтты дейді күліп. Сонда Иманжүсіп күліп, екеуі кішкене енді арасында әңгіме болған болар. Сонымен кетеді ғой. Кеткесін жұрт сұрайды ғой. Ол Қажеке мынау не сұмдық, сіз бүкіл дүниенің жүзінің балуанымен күресіп шыққан Қажымұқан деген атыңыз бар. Сонша Иманжүсіптен сонша қорықтыңыз ба? Дегенде, ол ағамыз ғой деп айтты дейді. Иманжүсіп Қажымұқаннан 20 жастай үлкен ағасы. Екіншіден Иманжүсіп қамшымен бір тартқанда адам баласы тыра қалмайтын. Мен Қажымұқандығымнан тыра қалдым, екінші тартқанда мен де өліп едім деп айтты.